Сәлем, қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге мынандай кітап туралы айтқым келіп тұр. Первая энциклопедия для настоящих девчонок деген. Бұл енді орысша кітап. Бұл кітап менде бұрыннан бар, кішкентай кезімнен мектепте бір 2-3 класс оқып жүргенде шығар. Сол кезде мама туған күнге сатып берген маған. Бұл кітапты сатып алмай тұрып, біз бұндай кітапты көргенбіз. Назымның класстасы бар, Назерке деген бір қыз. Сол Назыма бір оқуға ма бере тұрған. Сырты осы секілді, просто сыртындағы қыздың суреті басқа болған. Соны осыны бір күні магазиннен көріп қалып, қызыққам. Сол мама сатып берген ғой маған. Мына жерде неме жазуы бар. Туған күніңмен деген секілді дата 2002 жыл екен. Сол 2002 жылдан бері мынау менде бар. Бұл өте пайдалы кітап негізі. Кішкентай қыздарға бір 7 жастан бастап, даже бір ақырындап оқып нетсе жақсы бұл кітап негізі. Ішінде көп нәрсе бар. Қыздарға арналған. Тамақ жасағанда ас үйден істеу керек, тазалық ұстау керек деген секілді. Рецептілер бар оңай. Супчики, первые блюда, вторые блюда, десерт деп. Кексы, торты, блины, сол секілді. Көп рецептілер де бар. Қарап, содан жасауға болады. Кішкентай қыздарға негізі тамақ жасап үйренісуді. Бұл жақсы. Тамақ жасаудан бөлек, бұның ішінде салауатты өмір салтын ұстану, зарядка жасау, сондай нәрселер бар. Сосын қыстың күні не істеу керек, қандай немене спорт түрі, шаңғы тебу, шаңғы тепкенде қандай немене шаңғының размері қандай болу керек. Сол секілді көп нәрселер жазылған. Тағы да бұның ішінде мына жерде неме салғанмын. Закладкасы бар өзі. Кішкентай тоже жасаған, өзім қолдан жасаған. Мына бір неме болатын, раскраска жоқ, бір кукланы қиып, сосын киіндіретін. Сондай неменен болған. Тоже жақсы көретін сондай нәрселер. Жерге блиннің немесін, блинны жасаған кезде осыны қарап, тағы да көп рецептер қарап айтты, блинны жасағаным бар. Уход за волосами, личная гигиена, түс жуу деген көп нәрселер бар. Красивая фигура болу үшін не істеу керек. Денег түкістап жүру деген, біз қазірдің өзінен бізге кейде үстіп ұмытып кетеміз, үстіп отырамыз ғой. Қыздарға тем более бүкірейіп жүрген жараспайды негізі. Сондай нәрселер. Сосын тағы да немене бар. Сөйлесу мәдениеті, этикет дейді. Қай жерге, мысалы үшін театрға барғанда өзіңді қалай ұстайсың, өзіңді танымайтын ортаға барғанда қалай ұстайсың. Негізі бір мелочь нәрселер болса да, бұл негізі ең бір тәрбиенің бастамасы деп айтуға болады. Сондай нәрселер бар мынаның ішінде. Уход за ногами дейді міне. Косметика, взгляд, неше түрлі нәрселер бар. Бұны айта берсең көп. Икебана дейді анандай. Гүлдерден әдемі неме жасау. Өсімдіктерден, гүлдерден әдемі секілді дүниелер жасау. Вязание туралы бар үшінде. Бірақ мен вязание туралы шын айтайын, қарағанда жоқ. Өйткені мен білмеймін, бір түсінбейді екенмін. Тоқу дегенді білмеймін, шынымды айтсам. Мектеп кезінде бізге үйреткен. Бірақ үйреткенде мен немесін ғана істейтін, сол кезде шарф тоқу дегенді ғана білем да, былай дүзуінен. Былай анандай нәски ары қарай бір крючокпен тігу деген, тоқу дегенді мен особо ұқпадым, үйрене алмадым.
Сосын первая медицинская помощь деген секілді нәрсе бар тоже. Мұрнынан қаннақ кетсе не істейді, тұмау болса қалай емделуге болады, бір основа ғой, основной немдер ғана жазылған. Сосын үшін знаки зодиака. Бұл енді сондай маңызды нәрсе болмаса да, знак зодиака, мысалы үшін, ол адамның тоже мінез құлқы туралы ғой, адамның мінезі қандай болады. И бір нелер бар, узнай себя деген, типа өзіңнің қандай екеніңді біле аласың. Нумерология секілді бір есептеулер жүргізу арқылы тоже бар ма жерде сондай нәрселер. И бір сұрақтарға жауап беру арқылы тоже сенің мінезің, сен қандай екеніңді білетіндей бір тесттер бар. Тоже қызықты. Негізі бір 15 жасқа дейінгі қыздарға қажет кітап деп ойлаймын. Бұл енді орысша, ол кезде қазақша болды ма болған жоқ шығар. Қазіргі кездерде мүмкін қазақша кітаптар бар, бұған ұқсас. Менің оқығаным осындай кітап, кішкентай кезімдегі сол полезный кітаптардың бірі деп ойлаймын, қыздарға арналған. Сол егер қазірде бар шығар бұндай кітаптар, осыған ұқсас та көптеген кітаптар бар деп ойлаймын. Қазақша түрлері шығарылған. Сондай пайдалы кітаптарды қыз балаларға оқыса жаман болмайды. Сол ең бірінші алғашқы кітабым сіздерге таныстырған осы.